Ассаламу алейкум. Біз бүгін Таббат сүресі, немесе Мәсәд сүресі. Осы сүренің тәжвидтік талдау жасаймыз. Сабаққа кірмес бұрын белгілі бір ережелерді айтайық. Яда. Яда деген сөз арабша қол. Әби. Мына жақта ләхәб деген жалғасы бар. Яғни ол деген сөз Әбу Ләхәб. Әбу Ләхәбтің екі қолы Таббат, құрысын деген сөз ғой. Яда деген сөз қол. Қол. Әби деген сөз Әбу Ләхәб, бөлек сөз. Мына жерде бізде яда деген қол деген сөздің соңы мәт, созылып тұр. Келесі әби деген сөздің ол не? Хамзамен басталып тұр. Демек, мәт пен хамза жолықты. Бірақ екеуі екі сөзде. Бізде ол кезде не қандай ережеде? Мәт мунфасыл, яғни бөлініп қалған мәт. Екеуі екі жақта болып қалған мәт. Екінші нәроң. Мына жерде тәнуин. Нәроң. Ол өзінен кейін зәл әрпіне жолықты. Бұл зә ихфадағы 15 әріптің біреуі. Ол кезде біз ихфаны осы зәл әрпінің шығатын жеріне жасырып оқимыз. Бұл ихфа ережесі. Енді қысқаша айтып кетейін, алдағы уақытта сіздерге тағы көмек болады. Зә әрпі бізде не? Тілдің ұшы екі тістің арасына қысылып, яғни сақау сә сияқты шығады. Демек сіз нәроң деп мұрынмен ғұннаны беріп атқан кезде тіліңіз екі тістің арасына зәл әрпін шығарайын деп тұрады. Яғни махражы дайын тұрады. Нәроң зәтә, нәроң зәтә деген сияқты. Яғни нәроң зәтә деп бөлек дыбыстап жүрмейсіз. Сіз мұрыннан дыбыс шығарып жатқан кезде тіліңіз махраждың орнында тұрады. Бұл бізде нәроң зәтә. Мына жер бізде ихфа ережесі шықты. Ал зәтә деген не? Зә созылса мәттабиғиет. Хәбілум. Ләм әрпі бізде не? Тәнуин. Өзінен кейін мим әрпіне жолықты. Демек бізде не? Люн. Ун деп тұратын, мынау н-мен аяқталатын сөзіміз өзінен кейін мим әрпіне жолыққандықтан не? Мына мимнің ішіне кіріп кетеді. Яғни бізде хәбілум болып кетеді. Хәбілум мим. Бұл бізде идғам. Және қандай идғам? Ғұнналы идғам. Ғұнналы идғам деген кезде сіз кіргізіп жатқан кезде мұрыннан бағанағы танаудан шығатын дыбысты бересіз, ыңылдаған. Бисмилла. Енді біз Таббат сүресіне өтсек. Иншаалла. Дайындап қоймаппыз. Субханаллах. Таббат немесе Мәсәд. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахим мәт арид, тоқтасақ. Ал тоқтамай жалғастырып көстік. Бисмиллахир-рахманир-рахими таббат десек не? Не жерде біз мәт табиғи болады деген сияқты. Бірақ тоқтағандарыңыз жақсы. Таббат яда әби ләхәбин ва табб. Таббат яда әби ләхәбин ва табб. Таббат т әріпінде хәмс сипаты бар. Қысқаша айта берейін. Яда бізде мәт мұнфасыл. Хамза екеуіне екі сөзде тұр. Әби мәт табиғи. Ләхәбин тәнуин. Бірақ өзінен кейін қандай? Вау әрпіне жолықты. Демек тәнуинді ләхәбин емес, ләхәбин деп вау әрпіне кіргізіп жереміз. Бұл бізде идғам. Және ғұнналы, танаудан шығатын. Ләхәбин, ләхәбин ва табб. Б әрпі соңында шәддәлі және сукунды болып тұр. Бұл бізде қалқалы. Қалқалының қандайы? Үлкен түрі. Өйткені қалқалы бізде екке, кейбіреулер үшке бөледі. Жалпы соның үлкен түрі ең. Мә әғуна анху мәлуху ва мә кәсәбі. Мә әғуна. Мәт мұнфасыл. Мә деген сөз бөлек сөз, әғуна деген сөз бөлек сөз.
екеуі екі сөзде келіп тұр, бірақ не бір-бірімен жолығып тұр. Бұл мәт мұнфасыл. Ағна деген сөз мына жерде мәт табиғи. Анху. Сукунду нун өзінен кейін қандай не? Хә әрпіне жолығып тұр. Бір сөзде де жолығып тұр, бірақ не? Әйтеуір өзінен кейін хә әрпі келіп тұр. Ол кезде бізде изхар болады. Сукунду нун, одан кейін хә әрпі. Яғни 6 әріп бар изхарда, соның біреуі хә әрпі. Анху, нун әрпін анық шығарып оқисыздар. Мә мәт табиғи, луху мәт сила сұғыры, яғни мәт силаның кішкентай түрі. Уәмә мәт табиғи, кәсәбі. Кәсәбі деп тұр, бірақ тоқтаған кезде соңындағы харекетті біз түсіреміз. Яғни соңын сукундаймыз. Сол кезде кәсәбі мәт, бұл бізде қалқалы болады. Мә ағна анху мәлуху ва мә кәсәбі. Жақсы ма? Сәяс лә. Осы жерде сәяс лә деп оқып жатады. Қате. Өйткені басында бәріміз де сөйтіп оқимыз. Өйткені мына сот әрпі жуан болғандықтан, яғни яй әрпін өзіне тартып кетеді. Сәяс деп. Жоқ. Сәяс, 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 сәяс. Сосын сот әрпін дыбыстаған кезде сәяс, йос немесе яс деп еріндеріңізді алға шығартпаңыздар. Сот әрпі синнің шығатын жерінен, бірақ сәл ауыз толып, тіл, яғни былайша айтқан кезде көтеріліп арты жуан болады. Сәяс, сәяс, лә, нәрон, зәті, ләхәбі. Сәяс, лә, мәт табиғи, нә, мәт табиғи, рон, зәті, ихфа, зәті, ذا ما الطبيعي لهب بقلقلة سيصلى نارا ذات لهب بسم الله وامرأ وامرأ емес сіздер мына жерден мимға өтіп кетесіздер, мына алиф оқылмайды. وامرأته حمالة الحطب وامرأته أتوه هو әрпі бізде мәт сила сұғыры кішкентайы. حما мәт табиғи ләтәл қамария. Біз ләм әрпін оқып жатырмыз. حطب бізде б қалқала. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في ما الطبيعي جي ما الطبيعي دها ما الطبيعي حب б сукун болып тұр. Қалқала. Лун тәнуимен тұрады, бірақ өзінен кейін мим әрпі келді, не істедік? Кіргізіп жереміз. Идғам және не ғунна танудан дыбыс шығады. Хабелум. Сосын мин сукунду нун, бірақ өзінен кейін не? Мим келді. Тура осы ереже, бірақ мынау тәнуинмен, мынау немен кеп тұр? Сукунду нунмен. Мим мәсәді. Идғам бихунна, ғунналы идғам. Мәсәді дыне бізде б сияқты қалқала. Фи жидиха хабелум мим мәсәді. Фи жидиха хабелум мим мәсәді. Және де осыдан бөлек бұл тәббәт, яғни Әбу Ләһабтың қолы құрсын, яғни ол пайғамбарымызға сол қолдарымен не істейтін еді? Шек қарындар лақтырып пайғамбарымызды қорлайтын еді, яғни ұрып болсын деген сияқты. Соны Алла тағала айтады, өзінің сүйіктісі болған, елшісі болған сол пайғамбарымызды қорлаған үшін бұл құриды дейді. Отбасымен құрып кетеді, әйелімен, бәрімен тозақы болады. Бұл иман келтірмейді деген сияқты аят қой. Және де бұл Құранның мұғжизасы. Негізі бұл
Аят түскен кезде Әбу Ләхаб тірі етті. Енді Әбу Ләхаб сол кезде мен иман еттім деп өтірік айтса не істейтін еді? Бүкіл пайғамбарымызға келген дінді өтірікке шығаруға мүмкіндік болатын еді. Бірақ Алла тағала оның иман келтірмейтіндігін былайша айтқан кезде болашаққа дейін ол өлгенше иман келтірмейтіндігін айтып тұрды, және сол орындалды. Яғни болашақта айтып тұр, және солай болады 100%, ол ешқандай өзгермейді деп тұр. Және солай болды. Сондықтан бұл сүре бір Құранның мұғжизасын білдіретін сүре. Иншалла, пайдалы болсын.